Мемлекет басшысы Тоқаевпен кездессеңіз не айтасыз? Осы кадр мәселесін реттеуді айтар едім. Қазақстан тарап жатыр. Қазақстан тарап жатыр, бұл тарап. Анау да еге, мұнайға, анау еге, мынау еге бәрі. Солардың бәрі айланып келгенде, ертең бір жағдай болса, сіз оны қалай қуып шығасыз? Олармен қандай контракт жасады? Ол не беріп жатыр? Bir ашық әңгіме жоқ қой. Бәрі жасырын. Неге жасырын? Неге халықтан жасырын болу керек? Мен осы сұрақты қазір кездескенде айтып жүрмін. Неге халықтан соның бір жасырын болу керек? Халқым сонда жау ма халық? Неге қорқады? Неге халықтан қорқады? Ашып айтсын. Тазадан қорқа ма? Тазадан шынын айтады бәрі. Айт шынын бәрі. Өзің ұрлап айтсаң айт, мен осындай, мен балам мынаны істеп жатыр, інім мынаны істеп жатыр, туысқандарым не деп отыр деп ашып айтсын. Қазір бәрі наоборот жауап тастады. Президенттің айналасында өткенде қазіргі президент ештемесін білмеуі керек. Неге ол не? Құдай емес қой ол. Ол адам ғой. Ол уақытша ғана оған қызмет берді халық. Олар өзін-өзі ешкім білмеу керек. Сонда не олар ұрыма? Неге өйтіп айтады? Неге жасырады олар? Неге таза болса неге жасырсын? Неден қорқады? Мен мысалы құрылтайға мүше баратын болса, бірінші сондай сұрақ қояр едім президентке. Неге сіз халықтан қорқып жасырасыз осында? Ең бірінші сұрақты мен соны қояр едім. Неге? Неден қорқасыз? Шындық айтқанды жек көрмеу керек. Біз шындық айтқан адамды жек көреміз, жау көреміз, оны оппозиционер көреміз. Қандай оппозиционер? Мен әр кездескенде осы әңгімені айтамын. Біздің елде оппозиционер деген болған емес, жоқ ондай. Бізде өз пікірін айтатын азаматтар бар. Егер тыңдайтын құлақ болса, сол пікірді тыңдаған адам ешуақытта жаман болмайды. Себебі адам қанша ол сен мен ақылдымын дегенменен адам періште емес. Біз қателесуге жаралған адамбыз. Сөзден қателесеміз, істен қателесеміз. Ал енді ол мен осындай жоқ қатесізбін, маған ешқандай ешкім сөз жүзмейді, мен бәрін білемін деген ол ақымақтың сөзі. Сондықтан да жұртты тыңдай білу, ортадағы әңгімені кезінде патшалар өздері жаңағы жұпыны киініп алып, уәзірлерін әшейін қалай болса солай киініп алып, базарға барып, халықтың ортасына кіріп, кеш кезінде жаңағы танымайтындай қылып, солар не айтып жатыр деп өздері ескісін келетін болған. Емесе Абылай ханның айналасында кім болды? Бұхар жырау болды. Сол Бұхар жырауды шақырып алып, сөйтіп сол тапсырма беріп, сол кісінің айтқанының бәрін содан нәтиже шығарып, сөйтіп отырған халықпен. Сондықтан да халық қанша айтқанмен, халық айтса қате айтпайды деген сөздің мағынасы өте көп. Бір болмаса бір көп. Сондықтан да сыбырлаптарды тыңдамау керек. Сол өзінің жаны ашып, жан айқайымен келіп айтып жүрген азаматтарды керісінше соларды тыңдау керек. Сол ортаның өз әрқайсының ішінде де небір данышпан адамдар бар екенін біз түсінуіміз керек. Мен өзім көзім жетті, қызмет істеп жүрген кезде сондай керемет жай ғана адамдар. Сондықтан да мен оны жақсы сезінем. Соларды тыңдай білу, соларға мән беру, олар жау көрмеу біз үшін бір ереже сияқты болу керек та. Әулиені алыстан іздемей, анау Жапонның мақалы бар. Даладан іздеген даналық үйінің төрінде отырады дейді. Яғни қасыңызда да кейбір мықты адамдар бар, соны пайдалана білу керек. Өте дұрыс, өте дұрыс.